Бүгінгі сұхбат болашағымыздың іргесін берік ететін басты құндылықтар жайлы болмақ. Студиямыздың қонағы педагог, Мұғалжар гуманитарлық техникалық колледж директоры, Мұғалжар аудандық мәслихат депутаты, Жүрегімде неке жүзігі романдарының авторы Ильяш Еркінқызы. Ұстаздық жолмен қатар қоғамдық қызметте де белсенділік танытып жүрген Еркінқызының айтары да үйретері де мол деп білеміз. Ендеше адал азамат, ел болашағы атты әңгімемізді бастаймыз. Қош келдіңіз, Еркінқызы. Армысыздар, қош көрдік. Алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз, педагог пен депутаттың тоғысқан жолы қалай болды? Педагогикалық қызмет адам таңдау жасағанда бір жүрекпен қалау жасайтын мамандық болып табылады. Сондықтан ең алғашқы мектепке барғандағы ұстаздың бастауыш сынып мұғалімінің ол кезде сирек кездесетін мамандықтардың бірі, сыйлы мамандықтардың бірі. Енді ол қазіргі кезеңде де сол деңгейді сақтап тұр, дегенмен де ол кездегі беделімен ерекше менің жүрегімнен орын алды деп айтқым келеді. Әбзиева Нұрлхан деген мұғалім болды. Сол кісінің ұстамы, сол кісінің сабақ берісі, сол кісінің барлық іс-әрекеті жүректен орын алған соң, сол менің мамандықты таңдауыма үлкен әсер етті. Педагогикаға мұғалім болам деген арман сол мектепке барған, бірінші сыныптан бастап жүректен ұялаған. Сол өзімнің мамандығымды бірінші сыныптан таңдағаннан қуанамын. Өкінбеген екеніне көзім жетті. Себебі мұғалімдік ол мәңгілік мамандық, ұрпақ тәрбиесі, өскелең ұрпақ тәрбиесі, оның ішінде ел мен болашақтың тәрбиесі, тынымсыз еңбек, шығармашылық еңбек және адам жанының иірімін түсінетін ең үлкен мамандық естіп білемін. Сондықтан да мұғалімдікке келуім сол алғашқы ұстаздарымның әсері мол болды. Ал енді депутаттық жұмыс, ол қоғамдық жұмыс, былайша айтқанда, ол сайланатын халықтың өзінің сайлауы, таңдауына өзіндік ұсыныс бағдарламамен өтесіз. Бірақ енді осы сайлаудан өткеннен кейін көптеген іс-әрекеттер, бұл енді менің екінші шақырылымдағы депутаттық жұмысым. Халықтың сенімін көрген кезде қоғамдық жұмысты атқарғанда шаршамайсың. Бұл сенім тоқтап өзінің ойын айтса, тоқтап ұсынысын айтып жатса, ол ұсыныстардың барлығы бір аулада, бір үйдің ішіне қатысты емес, ол елге, мемлекетке, туған өлкеге қатысты болған кезде қуанамыз. Мысалға, жаңа осы сіздің кездесуіңізге келе жатқанда жолдан жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Сол шағын баспалдақтан өтетін болып, тұспа түсіп келіп қалдық. Үлкен апай, сіз өтіңіз деді. Мен жасыңыз үлкен, сіз өтіңіз деп жатырмын. Жоқ, сіз өтіңіз, сіз депутатсыз, танимын дейді. Сонда қараймын, енді қоғамдық жұмыс болғанмен үлкендердің тануы, яғни бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр ма, немесе сол атқарылған жұмыстар туралы халық ортасынан шыққан әйел азаматшаның пікірі дұрыс болды ма екен деп артыма қарайлап рахметімді айтып өтіп кеттім. Сондай тұстарда өзіңе есеп алғандай боласың, өзің есеп бергендей болады екенсің. Сондықтан депутаттық қызмет, былайша айтқанда, бар ой болса, күш-қуат болса, соны бір белгілі деңгейде қоғамға жұмсау ғана мақсат болды менің алдымда. Сол мақсатта сайлауға түстім және сол сайлаудан халықтың таңдауымен 8-ші сайлау учаскесінен сайландым. Сіз үшін адалдық деген не және баланың бойында оны қалай қалыптастырамыз? Қазақ халқының отбасылық тәрбиесінен, жанұялық тәрбиесінен, әке тәрбиесі, ана тәрбиесінен басталатын адалдық мәселесі ол ұлттық тәрбиенің өзегі деп айтқым келеді. Ал енді адал болуға айтып үйретуге болмайды. Адал болу үшін көрсету керек. Ол әкенің адал еңбегі, ананың адал еңбегі шаңыраққа деген, ата мен әженің адал еңбегі. Бұл еңбекті көрген бала ғана адал еңбектің жолын қайталай алады. Тек қана еңбекте емес, өмір сүргеннің өзінде оның адал перзент болуы тек қана атасына емес, әжесіне емес, отбасына емес, елдің адал перзентіне ұластырады. Сондықтан да адал перзентке тәрбиелеген кезде тек қана ауызекі сөзбен емес, іспен ғана дәлелдеп көрсетуге болады. Мәселен, әкесі кітап оқитын бала кітап оқиды. Анасы іс тігіп қолы 10 саусағынан өнер тамған болса, қызы да сондай шебер болады деген сияқты. Адалдықты ата-анадан көрген бала адал болып өседі. Ал енді әрбір қазақ отбасының негізгі мақсаты перзентін адал перзент қылып тәрбиелеу, елдің баласы қылып тәрбиелеу. Қазақта айтады ғой, осы үйдің емес,
елдің баласы қылып тәрбиелеуіміз керек баланы деп. Сондықтан да ұлттық ауызекі тәрбиенің кезінен қалыптасқан адалдық тәрбиесі ол бүгінгі таңда біртұтас тәрбие, адал азамат тәрбиесіне ұласуы ол тектен тек емес деп білемін. Себебі біз өзіміздің өзегімізден басталатын адал тәрбиесін қоғамнан тыс етпей, тәрбиеден тыс етпей қолға алып отырмыз. Сондықтан тек қана айту емес, көрсету, білдіру, үлгі беру арқылы ғана тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Келесі сұрағым, адал азамат тек отбасында ғана емес, қоғамда да қалыптасады. Қоғам тарапынан қандай өзгерістер болу керек деп ойлайсыз? Қоғам тарапынан адалдыққа тәрбиелеу үшін қандай іс-әрекет болу керек деп ойлайсыз? Сұрағыңызға жауап беретін болсам, жалпы қоғамды құрайтын адамнан тұратын ғана қоғам. Сондықтан адам әртүрлі. Біреудің психологиясы, біреудің физиологиясы, біреудің әлеумет тануы, біреудің өркениеті, біреудің мәдениеті, тіпті даму деңгейінің өзі әртүрлі адамның. Бірақ сол әркелкі адамдардың барлығы біртұтас жинағанда бізге әлеуметтік ортаны береді, яғни ол қоғам. Ал енді қоғамдағы әртүрлі адам жаңадан өсіп келе жатқан ұрпаққа сол әртүрлі күйде үлгісін береді. Бірақ енді қалыптасқан тәртіп бар, ол мына қоғамдық институттар, ата-ана тәрбиесі, ата мен әже тәрбиесі, жүрген ортаның тәрбиесі, ұжымның тәрбиесі. Сондықтан қоғам өзінің бүгінгі жасап отырған іс-әрекетінің ішінде мысалға педагог этикасы бар. Әрбір саланың өзіндік этикалық талабы бар, әдеп талаптары бар. Соның барлығы осы тәрбие мәселесін тіреледі деп келемін. Сондықтан адалдыққа тәрбиелеуде бүгінгі қоғамда атқарылып жатқан жұмыстардың барлығында да түйткілді жоғары көтерілген мәселелер бар. Және ол жүзеге асыру үшін де кәдімгі алгоритмдік дамыған жүйесі бар. Мысалға біздер мектепте тәрбиелейтін болсақ, балабақшада тәрбиелейтін болсақ, балабақшада мектепке дейінгі педагогиканың ішінде адалдыққа тәрбиелеудің аспектілері көрсетілген. Ал енді бастауыштан мектепте оқитын балдарға бастауыш сынып оқушыларына арналған өзінің педагогикасы бар. Ал енді жоғары сынып оқушыларына келгенде олар тұлғалық тәрбиесіне назар аударылады. Сондықтан да бұның өзі қоғамдық үрдіспен дамып отырған тәртіп деп айтқым келеді. Ал енді адалдыққа тәрбиелеуде ол іс-әрекетке жауап бере білген адам өзінің адалдық деңгейіне қалыптаса алады, адалдық деңгейін қалыптастыра алады. Сондықтан да қоғамда құрап отырған әрбір адам тек қана өз баласына, өз немересіне емес, өзінің өмір жолында, өзінің ортасында, өзінің ұжымында кездесетін адамға білген, көңілге түйген, көрген айта отыру керек. Қазақта ертеде көрген білгенін айтып, үлгі қылып, қисса дастан қылып айтатын болады. Және ол қисса дастандарды аталарымыз, әжелеріміз бізге ауызекі әдебиетпен жеткізген болатын, жаттап. Сол қисса дастандардың ішіндегі тауды қопарып елге су әкелген кейіпкерді білеміз. Мысалға, жаңағы байдың сараңдығын көрсетемін деп бар затты тең бөлісіп жеуге үйреткен кейіпкерлерді білеміз. Сондай сияқты дастан қиссалардың өзінде адалдық тәрбиесі көрсетілген. Ал енді сол деңгейді көре отырып тәрбие алған бүгінгі қоғамның 50-дегі, 40-тағы, 60-тағы, тіпті одан үлкен 80-ден жоғары жастағы азаматтардың барлығы біздер ортамызда өзіміздің тәрбиемізді, өнегемізді айта жүруіміз керек. Көңілінде саңлақ бар бала, ол тек қана әке-шешемнің айтқаны демейді, өзгенің де айтқанын көңіліне түйіп отырады. Ал енді ол саңлақты, ол ойды, ол пікірді, ол түйсікті отбасында ғана қалыптастыра алады. Айтқан сөзге зейін беру және сол өзінің атқарған ісіне өзіне есеп беріп жауапкершілікпен қарау. Сонда ғана біз адалдықты тәрбиелей аламыз. Адал азамат ұғымын бала бойына сіңіру үшін әр балабақша нені ескеру керек? Негізгі қазақстандық білім саласында, оның ішінде мына мектепке дейінгі тәрбиеде адалдық мәселесі көтерілген өте жақсы. Тақырыбын сіздің таңдаған. Себебі ол бүгінгі бүлдіршін, ертеңгі бозбала, одан кейінгі бойжеткен, қалай болғанда да біздің тәуелсіз мемлекетіміздің тұғырын берік ететін балдар, өскелең ұрпақ. Сондықтан да балабақшадағы адалдық тәрбиесін қолға алу үшін бүгінгі таңдағы дамыған педагогикалық озық технологиялар дейміз ғой, ең бірінші технологиядан бұрын, педагогикалық әдебиеттен бұрын әркімнің өзінің мамандығына деген сүйіспеншілік болу керек. Ал енді балабақшаның қызметкерінің мамандығына деген сүйіспеншілік, бұл балаға деген сүйіспеншілік.
Ал енді балаға зейіні бар, баланы қадірлейтін, сыйлайтын, оның балалық ой пікірін тыңдайтын, балалық жаңағы жасаған іс-әрекеттерін көтеретін, бұның барлығы педагогикалық такт дейміз және педагогикалық әдеп дейміз. Ең бастысы оның педагог ретінде мұғалімнің балаға қарағандағы іс-әрекетіндегі баланың қалыптасуына бағыт бағдар беруші. Былайынша қарағанда қазақ халқы айтады ғой, мал бақпаған адам бала баға алмайды, бала бақпаған адам бақытты болмайды деп. Сондықтан да біздер баланы тәрбиелей отырып, оның ішінде өзімізді балаға деген сүйіспеншілігімізді оқытуымыз керек. Баланы жақсы көрген адам жақсы педагог бола алады. Ол өзінің қызметінде жақсы көреді, оны адалдыққа болсын, өзге іс-әрекетке болсын, өнерге болсын, шығармашылыққа болсын, қалай болғанда да балаға өзінің мамандығына сүйіспеншілігі бар маман, оны тәрбиелеуде ешқандай қиындық көрмеу дұрыс. Қиындық көрмеу дұрыс. Мысалға, адалдықты балабақшадағы жасап отырған тәжірибелік жұмыстармен қалыптастырса деймін. Көбіне біздер ертегі оқимыз балабақшаларда, кейіпкерлерді талдаймыз, балаларға арналған бейне материалдарды көрсетеміз деген сияқты. Бірақ ең бірінші қасындағы баланың бойындағы адалдығын тексеру, бақылау, бағыт беру үшін қажет. Мысалға, белгілі бір оқиғаны тосыннан жасаса, ситуациялық жағдай дейді ғой, ертеде осыны көп пайдаланатын еді. Қазір сиреп бара жатыр. Ситуациялық жағдай көп адам туралы пікір біледі. Ал пікір анықтама, ақпарат алу ол баланы қалыптастыруда, біз енді шыбықтай дейміз ғой, соны түзеу бағытта қалыптастыруға ол бізге бала туралы ақпарат керек. Сондықтан да ситуациялық ойындарды көп пайдаланса деп ойлаймын балалардың. Мысалға, тосыннан осы жерде ертегі отырған болып жатырған кезде, осындан бір басқа оқиға болса, сол кезде қалған балалардың ол балаға қатысымы, іс-әрекеті, жанашырлығы, қолдауы, көмектесуі, қолындағы барын беруі деген сияқты. Содан барып әрі қарай болған оқиғадан өрбітіп алып кетсе, балаға жағымдырақ, ұтымдырақ болатын сияқты. Жалпы теориялық айтқаннан көрі іс-тәжірибелік жағы көрсеткен жақсы. Мысалға, мен өзім мұғалім кезімде жапондық педагогтардың еңбектерін көп оқыдым. Мысалға, сол жапондық еңбектердің ішінде бастауыш сынып оқушыларының өзі, мектепке дейінгі балабақшаларының өзінде баланы тыңдауды үйретеді әуелі мұғалімдеріне. Баланы тыңдауды үйретеді. Сосын сол баланы тыңдағаннан кейін, оның тұлға ретінде бүгінгі таңда сұранысын, пікірін, ойын, жан күйін, күйзелісін барлығын біледі де сол бойынша сосын жұмыс жасайды. Мысалға, біз баланы тыңдау дегенді енгізсек, баланы түсіну бөлек, баламен жұмыс жасау бөлек, балаға бір іс-әрекетті жасату оңай, тақпақ жаттату, би, әртүрлі костюмдер кигізу, мерекелік шараларға қатыстыру деген сияқты. Бірақ ең әуелі айту бар, есту бар ғой. Сол баланы естуді үйренсек деймін. Соны енгізсек көбірек. Педагогикаға сол жақсы ұтымды болады деп ойлаймын. Мысалға, жапондықтардың сұлулық салонына барған кезде мектепке дейінгі баламен келген ананың баласына сол жерде азық түлігін, сусынын, ойнайтын ойыншықтарын, бөлмесін бәрін дайындап қояды. Ана барған кезде балаға алаңдамайды, ол жерде арнайы маман тұрады. Маман тұрады, сол айналысады. Ал енді ол бала жарға сурет салып жатыр ма, мына мүлікті сындырып жатыр ма, қайтармайды. Сонда онда педагогика тек қана мұғалім мен балабақшаның қызметкері мен баланың арасында емес, оларда педагогика барлық қоғамда қалыптастырып отыр. Баланы қайтармай отыр, балаға бостандық беріп отыр. Яғни ол қайтармау, бостандық беру арқылы ол баланы тыңдай біліп отыр, ести біліп отыр. Бала мүмкін сурет салған кезде ол бойындағы эмоциясы сол жерге келгенде ашылуы мүмкін. Ол мүмкін талант болуы мүмкін. Бала немесе орындыққа шығып өлең айтуы мүмкін. Ол жаңағы аудиториядан басқаша аурадан әсер алуы мүмкін. Соның барлығын бақылауға, қарауға, баланы тануға мүмкіндік деп шектеу қоймайды екен. Сондай шектеу қоймайтын, бірақ өзіндік белгілі бір тәрбие үрдісінен бұзылып кетпейтін әдістер болса екен деймін. Бірақ ең бастысы бірінші баланы ести білу керек. Мысалға, өткен жылы мен бір студенттерімізбен осы балабақшаларда кездесуге бардық. Бұл кездесуге барған кезімізде бүлдіршін 30 баланың бүлдіршіннің ойнап отырғанын көрдік те, менің назар аударғаным шарлар, әрлі түсті шарлар жоғарыға, жаңағы бөлменің жоғарысына ілініп қойған екен.
соны жаңа 30 баланы қарап отырсам, жаңа студенттерді апарып көрсетемін. Не байқадыңдар? Ең бірінші баланың көңіл күйіне қараңдаршы. Сонда мен де 30 баламен барып тұрмын, бала да 30 бала. Енді 30 тұлғаға 30 тұлғаны апарып қауыштырып тұрмын. Менің жаңа ситуациялық бақылауым. Сонда аңғарғаным 30 баланың ішінен бір ғана қыз бала айтқаны, бала дейді, ана жоғарыда ілулі тұрған шарды армандап отыр ұстағысы келіп дейді. Мен соны аңғардым дейді. Шын мәнісінде біз көзге, баланың көзіне түсетін көп өмірде қолдана бермейтін заттардың барлығын жоғарыға биікке іліп қоямыз. Ал шын мәнісінде ол аяқтың астында, қолда, үстелдің үстінде тұрса, бала екенмін еркін ойнап, өзінің ойын, өзінің эмоциясын білдірген болар деп ойлаймын. Мысалға, содан кейінгі іс-шара өткізген кезде келесіде біз көп шарды үріп апардық та жерге жайып тастадық. Сондағы баланың бойында қуанышты көру, ол сол әдістің жақсы болғанына көзімізді жеткізді. Біз 30 баланы қуанттық. Қызыл жасыл шарын апарып жерге төгіп үріп, сол баланың қуанышын көрдік. Ал ол қуаныш сол күнгі ата-анасының қуанышы, атасы мен әжесінің қуанышы, себебі бала үйіне қуанып айтып барады. Сондықтан да мысалға ойын алаңдарында қазір көресіз, түрлі түсті шарларды көпті, бала ішіне кіріп ойнап, секіріп жатып, жаңа емін-еркін жүреді. Сол сияқты оны да шетелдік әдістермен енгізген ойын түрі. Яғни баланың эмоциясын, баланың ойын, жігерін еркін шығару. Сонда ғана біз қалыптастырамыз. Қазақ халқында айтады ғой, жаңағы 7 жасқа дейін еңбекке үйрет, 15 жастан бастап ақылдас деген сияқты. Сондықтан өзіне жасатып көрсетіп, өзінің іс-әрекетінен өзі үлгі алатындай қылып, қасындағы адамның іс-әрекетінен ғана емес, тек қана өзінің де іс-әрекетінен үлгі алатындай, өзі түйін қорытынды шығаратындай мүмкіндік беруіміз керек. Соны қосу керек. Жылдам жауап айтары, сіздің бала кезіңіздегі арманыңыз? Бала кезімде, балалық шақта енді арман көп болады ғой. Есімде қалған үлкен арман, менің атам мен әжемнің бауырласқан қызы болдым. Атам Ұлы Отан соғысының ардагері, Сталинград шайқасына қатысқан. Ол кісіге 1943 жылы қара қағаз келеді. Бірақ сонда әжем, мен сезген жоқпын, ол кісі тірі болу керек деп қара қағазды почташыдан алмаған екен. Атам 47 жылы соғыстан келеді. Балдақпен келеді, бір аяғы жоқ болып келеді. Содан кейінгі немересі мен болған. Атам мен әженің баласы болған соң, атам балдақпен жүреді. Көрем, атқа мініп жатқанда қиналғанын көрем, түсіп жатқанда қиналғанын көрем. Бірақ сол Қайыңды деген ауылдың асыл тұқымды жылқы зауытының ең алғашқы басқарушысы сол кісі болған. Соның бала кезімде ойнап жүргенде ойнайтын мен үлкен сиқыршы болып кетсем, атамның аяғын жазып береді. Сол арман есімде қалды. Сіз педагог болмағанда кім болар едіңіз? Педагог болмасам, кейде мен осы сұрақ ойлайды, қандай мамандық таңдайды екен. Жалпы өзімнің мінезіме келгенде балаға жұмсақпын. Кішкене бала болсын, үлкені болсын, ересек болсын, балаға жұмсақпын. Бірақ кейде ойлаймын, мен осы мұғалімдікті таңдамасам, заңгер болады екен. Құқық органдарында жұмыс істегенде жақсы болады екен. Мүмкін. Келесі сұрақ, адалдық па, батылдық па? Адалдық. Ең ұнамайтын мінез? Жалған айту, екіжүзділік. Және соңғы сұрақ, ел болашағы қандай азаматқа тәуелді, жастарға қандай тілек кеңес берер едіңіз? Болашақ білімде. Ол бұрында да солай болды. Қай ғасырда болмасын, білімде. Өнеге, тәрбие, білімнің ішіне барлығы кіреді. Ең бірінші, әрине біз білімнен бұрын тәрбиені қоямыз. Тәрбиелі бала оқиды. Тәрбиелі ғана бала көпке қол жеткізе алады тәртібіне байланысты. Бірақ әуелі білімі болып, белгілі бір пәнге зейіні болып, бірінің математикаға, мысалға, бірінің әдебиет сабағына деген сияқты. Сол пәнге деген қызығушылықтан тәртіпке де кетіп жатқан, тәртіпте де қалып қалады. Сондықтан да болашақ жастардікі білім мен өнеге де тұлға ретінде өзін қалыптастыру, өзінің іс-әрекетіне жауап бере білу, өзінің адалын табу, адал ортада өмір сүру және өзінің адалдығын қай тұста болмасын, қызмет бабында болсын, отбасында болсын, көрсету және өзінің ұрпағын адал етіп тәрбиелеу. Бірақ енді бүгінгі жастарға ең бастысы ол мына заманауи дамудан
қалмай өзін дамытуға ерекше мән беру керек деп. Бүгінгі таңда өкінішке орай жастардың ішінде кітап оқу сиреп барады. Бүгінгі таңда қоғамдық орындағы жастардың мәдениетіне келген кезде кейде әттеген-ай деп айтып жатамыз. Бүгінгі таңда жастардың ішінде тіл шұбарлығы бар. Сондықтан да сол тіл мәдениетін, өзін ұстау мәдениетін, өзінің рухани дамуына назар аударса, болашақ сондай білімді өнегелі жастарды керек. Соны ұстанса екен. Жақсы. Өміріңізде балабақшаға қатысты бір қызықты оқиғалар орын алды ма? Болды ондай оқиға. Мен осы 2006 жыл мен 2017 жылдың аралығында Мұғалжар ауданының Қайыңды деген ауылында әкім болып қызмет еттім. Сол жылдары мемлекет тарапынан 100 мектеп, 100 балабақша деген мемлекеттік бағдарлама шықты. Содан Алтынды деген көршілес ауылымызда ресейлік кәсіпкерлер жұмыс жасайды. Шахтамыз бар, жер асты шахта, содан алтын шығарады. Соларға ұсыныс жасап, Алтынды деген ауылның балабақша құрылысы басталды. Яғни ол іргетасынан бастап өздері салып, жиһазын, жылуын, жарығын, барлығын толықтырып істеп берді. Яғни біз тапсырған кезде, білім бөліміне тапсырған кезде, ол мекеменің техникалық құжаты және кілтін тапсырдық. Енді ол балабақшаға салдырған сіз, демеуші тапқан сіз, өзіңіз атауын беріңіз деп оданнан рұқсат берді. Сосын мен сол бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама, балапан бағдарламасы болды. Сондықтан мен сол балабақшаны балапан деп атадым. 100 орындық деп салдырдық. Бүгінгі таңда әлі жұмыс жасап тұр. Безендірілуі, қоршауы, бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған ұжымы, кадрлардың жинақталуы, бүлдіршіндердің қуанышында шек болмады. Оны енді келіп ашқанда демеушілер болған швейцариялық банк қызметкерлері де болды. Оның ішінде Борис Лузин деген бұрынғы юбилейный жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры де болды. Оның ішінде Шымкенттік келіп жұмыс істеген бас директоры болды, Абдрахман Психилда деген. Бұл барлығы бір ауыздан демеушілік негізде салынды. Сол мен осы балабақшаларыңызға келгенде жаңа есіме түсіп отыр. Бұл менің бір қызмет жолында егер іс болған екен осындай бүлдіршіндерге ғимараттың салынған. Сол есіме. Құрметті Ильяш Еркінқызы, бізбен ашық әрі шынайы сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Балабақша бұл баланың баратын ең үлкен ортасы. Үйінен, отбасынан, жылы жерден, мейірімге толы жерден келгеннен кейін келетін ортасы ол балабақша. Сол жылы ортаны мейірімді толтыра беріңіздер деп айтқым келеді. Жалпы баланың тәрбиесі, оның ішінде мына балабақшаның тәрбиесінде көп өзекті мәселелер бүгінгі таңда жоқ деп ойлаймын. Себебі мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан балабақшаның жөнделуі, мына сіздердің балабақшаларыңыз жиһаздануы, қамтамасыз етілуі барлығы қолға қойылған. Енді тек ұмытпайтын бір ғана зат, дүниеде бір ғана тамаша, бір ғана керемет бар, ол бала. Сол балаға деген сүйіспеншіліктеріңіз артса екен. Рахмет. Сіздердің балабақшаларыңызға балаға бала кезінен кітапқа құштарлықты оята білсеңіздер екен деймін. Бұл кітап тек қана балаларға емес, ата-аналар да бастап оқыса, барлық тәлім тәрбие осы қазақ әдебиетінің ұлы ақын деп табылатын Абай Құнанбаевтың еңбектерінде бар. Сол кітапшаны сіздерге сыйға тарту етемін. Әдістемелік бұрышы балабақшаның мектепке дейінгі тәрбие дейді. Бұл енді республика ғылыми әдістемелік журналдары ғой. Бұрынғы келе жатырған үлкен еңбектердің бірі сіздерде әлі қолданыста бар екен. Өте қуанышты. Бұл енді алғашқы еңбектердің бірі деп айту керек. Педагогикалық осы мектепке дейінгі тәрбие қалыптасқаннан бергі ең бастап қолданылып жатқан құралдардың бірі. Балдырған журнал енді бізді тәрбиелеген, бізді өсірген журнал бүгінгі таңға дейін пайдаланыста екен. Өте жақсы, әдемі жинақталған. Бұл енді баланың кітапқа деген әдеби рухани дамуына деген жақсы сүйіспеншілікті қалыптастыратын құралдардың бірі. Өте жақсы кітап сөрелерімен жинақталған екен. Материалдарыңыз көп екен. Республика деңгейінде бізде енді біртұтас тәрбие өткен жылы бастау алды. Оның ішінде енді біз адал азаматтық мінекей балабақшадан бастап енгізіліп қолданысқа алынған өте қуанышты. Сондықтан да біздің ата-аналарымыз осы мемлекеттік бағдарламаның дамуына, адал азамат бағдарламасының
бала тәрбиесінде қолданысына өзіндік жақсы нәтижелі жемісін береді деген сенімдемін. Және бүгінгі Күншуақ балабақшасының осы адал азамат тәрбиесіне арналған бейнетаспалық материалдарының жинақталуы, шығарылымы ата-аналардың жүрегінен, ата-әжелеріміздің жүрегінен, жалпы бала тәрбиесіне ерекше назар аударатын азаматтардың жүрегінен үлкен орын алады деген сенімдемін. Барлықтарыңызға бала тәрбиесіне ерекше назар аударып, оның болашақ елдің иесі екенін ұмытпай, ел перзенті етіп тәрбиелеуге барлықтарыңызға тілегімді білдіремін.